Ешкім біле бермейтін қорқынышты фактілер. Кішкентай балалардың тістері көздерінің астында орналасады. Мен қазір ғана Google'ден кішкентай сәбилердің бас сүйектерінің фотосын қарадым. Бір ғана айтарым, вау, не деген сұмдық. Менің түсінбей тұрғаным, ол тістер өскеннен кейін бос қалған орын немен толады? Әлде сол орын өмірдің соңына дейін бос қала ма? Жоқ, бос орындарды сүйек толтырады. Сүйектер өсе келе тістерді төменге қарай итереді. Ежелгі римдіктер адамдарды қинауға ешкілерді пайдаланған. Ешкілер тұзды жалағанын ұнатады. Адамның аяғына тұз жағып ешкіге жалатқан. Ешкілердің тілі қатты жалай берген сайын адамның терісі сыпырылып, еттері аши бастайды. Галапагос аралында ауыз су жоқтығының кесірінен сол аралдағы құстар жануарлардың қанын ауыз су ретінде пайдаланады. ФБР-дің статистикалары бойынша әлемдегі 40% адам өлтірген қылмыскерлер ұсталмаған. Сонда сені өлтіріп кетсе, қылмыскер сотталмауы мүмкін деген сөз. Сен үшін жаман, мен үшін жақсы жаңалық екен. Әлем бойынша 8 ядролық бомба үстісіз жоғалып кеткен. 8 емес, 51, 40 бомба Ресейдікі, ал қалған 11 бомба ақштың бомбалары. Солардың біреуі ақштың Джорджия штатының жағалауында жатыр. Егер сол бомба жарылса, Джорджия штатының күл талқаны шығады. ақшта жыл сайын 30 адам лифттің кесірінен қаза табады. Бұл менің ең үлкен қорқыныштарымның бірі. Сенде лотерея билетін ұтып алғанға қарағанда, лотерея алуға бара жатырғанда өліп қалу шансың көп. Сонда лотерея сатып алуға бара жатырған адамдар жолда көп өлген бе? Офигеть! Эверест тауының шыңында 200-дей адамның өлі денесі жатыр. Оларды басқа альпинисттер адасып қалмас үшін белгі ретінде пайдаланады. Егер сізді басқа адам тістеп алса, тезірек дәрігерге барған жөн. Адамдардың аузында өте қауіпті бактериялар өмір сүреді. Егер ол сіздің қаныңызға тиіп кетсе, өліп қалуыңыз мүмкін. Дәл қазір әлемнің бір жерінде бір адамды тұтқында ұстап отыруы мүмкін. Оларды сатуға немесе өлтіруге ұстап отыр. Мен рак ауруын зерттеймін. Ракпен ауыратын адамдардың көбі темекі шегетін адамдар. Жарайды, бұл ондай қорқынышты емес. Ең қорқынышты пассивті темекі шегу. Яғни темекі шегіп тұрған адамның жанында тұрып түтінін жұту. Әлемде бір адам өзінің жаман әдеттерінің кесірінен жанындағы достарын, туыстарын өмірін құрдымға жіберіп жатыр. Үндістанда бір ғана жолбарыс 434 адамды жеп қойған. Жолбарыстың ең соңғы жегені кішкентай сәби болған. Сол жолбарысты аңшы Джим Корбет өлтірген болатын. Адамзат тарихы бойынша жер бетінде 100 миллиардтан аса адам өлген. Білмеймін, бұл факт қорқынышты ма емес па, мен үшін өте қызықты. Қаншама адамдар, қаншама тағдырлар, олардың бәрі қайда қазір?